Сәлеметсіздер ме? Мен Алипова Азиза Тоқтасынқызы, эндокринолог дәрігермін. Асфендияров атындағы ұлттық университетте эндокринология кафедрасында доцент болып жұмыс жасаймын. Мен бүгін сіздермен тағы да бір пайдалы тақырыптар туралы әңгімелесетін боламын. Жалпы біздің бүгінгі тақырыбымыз қант диабетінің екінші типінің емі қалай болатындығы жөнінде болады. Қандай дәрілер беріледі диабеттің екінші типінде, ол дәрілер қалай жұмыс жасайды және олардың барлығын жалпы жұмысын қалай түсіндіруге болады. Жалпы күнделікті жұмыс барысында маған көп пациенттардың айтатын мынандай әңгімелері бар. Менің дәрігерім маған жақсы бір дәріні берді. Мен сол дәріні күнделікті ішіп жүрмін. Қантым менің төмендеді. Менде бәрі жақсы. Әрине қанттың төмендегені ол дұрыс және ол жақсы. Бірақ қазіргі медицинада қант диабетінің емінде біз тек қана қантты төмендетуге ғана жұмыс жасамаймыз. Біз жалпы диабетпен ауыратын науқасты жан-жақты, әсіресе оның жүрек қан тамыр жүйесі, бүйрек, аяқтарын, бас миын, барлық ағзаларды сақтап қорғайтын дәрілерді тағайындағанды жөн деп санаймыз. Сонда біздің емдеуіміздің басты мақсаты қандай болады? Жүрек пен бүйректі қорғау бірінші кезекте, әрине қанттың деңгейін түсіру, салмақты азайтуға әрекет жасау, сонымен бірге өзін өзі бақылауды үйрету. Сол себептен көп жерлерде бүкіл республика деңгейінде диабет мектептері өте көп жұмыстар жасап жатыр. Диабетті емдеу кезінде ем тек қана жеке адамның өзіне ғана тағайындалады. Бұл жерде бірнеше пациентқа бірдей ем берілуі ол көбінесе мүмкін емес жағдай. Өйткені әр адамда диабеттің өтуі әртүрлі болуы мүмкін. Жалпы ең бірінші диабет емінде баста назар аударатын нәрсе ол өмір салтын өзгерту. Ал өмір салтын өзгерту дегеніміз оған екі үлкен пункт кіреді. Біріншісі, сіз дұрыс тамақтануды үйренуіңіз керек және соны қадағалауыңыз керек. Екіншісі ол қимыл қозғалыс. Ал дұрыс тамақтану дегеніміз не? Дұрыс тамақтану дегеніміз жалпы күнделікті, әрине біз күнделікті отбасыда жасалынып жатқан тамақтардың барлығын, қанша тамақ жасалынса, сол тамақтың барлығын қолдану деген сөз емес. Кішкене диабет болған кезінде сол тамақтарды аздап, саралап, таңдап қабылдаған дұрыс болады. Қандай тағамдардан бас тартқан дұрыс? Әрине, ол бірінші қанты бар тағамдардан немесе тәтті тағамдардан бас тартқан дұрыс. Тәтті тағамдармен бірге тәтті сусындардан да бас тартқан дұрыс. Сонымен бірге әсіресе ақ ұннан жасалған тағамдар. Қазақ халқы бауырсақты жақсы көреді. Әрине ол ет асып, қамырды жегенді жақсы көреді. Бірақ әрине осылардың барлығын мүлдем жемей қойыңыз деп біз айтпаймыз. Бірақ олардың санын 50%-ға азайтқаныңыз дұрыс болады. Ал қандай тағамдарды біз күнделікті рационға көбейтуіміз керек? Әрине, олар көкөніске бай тағамдарды біз көбейтуіміз керек, және де белокқа бай тағамдарды көбейтуіміз керек. Белокқа бай тағамдар, әрине, ол бірінші кезекте айтатын болсақ, балықтың еті болса, әрине жақсы, құстың еті болса да жақсы. Жалпы ет тағамдарды қуырып емес, оны қайнатып, немесе бұқтырып жеген пайдалы. Екінші диабеттің еміндегі ең үлкен мәселе ол қимыл қозғалысты арттыру, қимыл қозғалысты көбейту. Шын мәнінде емнің ең бір басты бөлшегі. Адам қозғалған кезде жалпы денедегі барлық бұлшықеттер іске қосылады. Ал егер осы бұлшықеттер
көбірек жұмыс жасайтын болса, адамның ағзасындағы инсулин гормоны өте жақсы жұмыс істейді. Инсулин гормонының жақсы жұмыс жасауы ол ағзаға түскен қантты жасушаның ішіне кіргізіп, оны энергияға айналдыруға көмектеседі. Сол себептен сізге міндетті түрде спорт залға бар деп біз айтпаймыз. Сіз күн сайын кем дегенде 30 минут, егер сіздің мүмкіндігіңіз болса, еш жеріңіз ауырмаса, онда 1 сағатқа дейін жаяу жүргеніңіздің өзі ағза үшін өте маңызды роль атқарады. Және бұл медицинада дәлелденген нәрсе. Өйткені қимыл қозғалысыңыз сіздің көбірек болатын болса, қандағы қанттың деңгейі жақсы төмендейтін болады. Сонымен бірге көңіл күйіңіз жақсарады және де асқынулардың алдын алуға көмектеседі. Екінші айта кететін нәрсе, артық салмақ болса, онда жалпы пациент үшін бірнеше килограмм тастаудың өзі де өте пайдалы. Қазіргі таңда жалпы салмақты реттеуге арналған әртүрлі дәрі-дәрмектер, тіпті хирургиялық іс-шараларда жүргізіліп жатыр. Шын мәнінде, егер диабетпен ауыратын артық салмағы бар адам 10-15%-ға дейін салмақты азайтатын болса, онда тіпті алып жүрген дәрі-дәрмектердің дозасында азайтуымызға болады. Енді тағы да бір айта кететін нәрсе, әрине диабеттің емінде дұрыс тамақтану, қимыл қозғалысты күнделікті жасап отыру ол өте маңызды нәрсе. Бірақ дегенмен кейбір пациенттар үшін әрине бұлар жеткіліксіз болуы мүмкін. Сол себептен жалпы диабет емінде бірнеше топтағы дәрі-дәрмектер қолданылады. Солардың ең бірінші тобы өздерімізге көпшілікке танымал глюконил, тиафор, глюкофаж сияқты метформин тобының дәрі-дәрмектері. Метформин тобы жалпы бұл дәрілер туралы көпшілік өте ұзақ қолданыста болғандықтан бұл дәріні жақсы таниды. Ал енді осы дәрі қандай организмде қандай жұмыс жасайды, ол қалай әсер етеді деген сұраққа мен сіздерге қарапайым тілмен түсіндіргім келіп отыр. Жалпы қант диабетінің екінші типінде көп адамдарда артық салмақ болады. Біріншіден, егер артық салмағы бар болса, немесе семіздік болатын болса, онда бауыр аздап үлкен болады және бауырда өте көп қанттың қоры болады және өте көп май басып кетеді. Оны бауырдың стеатозы деп атаймыз. Міне осы жағдайларда метформин туындыларын сіз қолданатын болсаңыз, олар өте жақсы көмек көрсетеді. Өйткені метформин туындылары осы бауырдың инсулинді қабылдауын жақсартады. Нәтижесінде глюкозада, майда оларда энергияға айналуына көмек көрсетеді. Енді метформин туындыларының қабылдаған кезде аздаған ғана өздерінің жанама әсерлері бар. Өйткені бұл топтың дәрілері алғаш рет енді ғана қабылдап жүрген пациенттарда бәлкім аздап кішкене іштің кебуі, жүректі мүмкін аздап азайту, кей жағдайларда аздап ішті өткізуі мүмкін. Егер сізде осы жағдай 2-3 күннен кейін тоқтамайтын болса, онда ол туралы міндетті түрде дәрігерге айтқаныңыз дұрыс. Метформин тобының дәрі-дәрмектері жалпы артықшылықтары көп, өйткені қолданыста ұзақ уақыт болып, өте ғалымдар тарапынан көп зерттелген дәрілердің біреуі. Қандағы қанттың деңгейін қатты түсіріп жібермесе де, бірақ оның істейтін жұмыстары өте көп. Бірақ қаншалықты жақсы болса да, дәрі болғаннан кейін оның кейде аздаған бір кемшіліктері де болуы мүмкін. Ол мүмкін кемшілік емес, дәрінің бір аздаған жанама әсері деп айтсақ орынды сияқты. Ондай әсерлерге пациент алғашқы рет қабылдаған кезде жүрек аздап айнуы мүмкін, іш мүмкін аздап кебуі мүмкін, кей кездері таңертең пациент орнынан тұрған кезде аздап іш өтуі мүмкін. Бірақ бұл жағдайлар көбінесе уақытша болады және бірнеше аптаның ішінде
олардың барлығы азайып болмайды ары қарай. Сол себептен егер сізде ұзақ уақыт бойы осындай нәрселер болса, жанама әсер, онда дәрігерге міндетті түрде ол туралы айтқаныңыз жөн. Енді келесі өте тағы да маңызды топтарды айтқым келеді. Өйткені бұл топ дәрілері жалпы жүрек пен бүйректі қорғауға арналған дәрілер тобы. Сіздерге бұл дәрілер аттары, олар Жарденс, Инвакана, Фарсига және соңғы кезде Дапаглисан деген дәрілер топтары қазір қолданыста бар. Бұл дәрілер қалай жұмыс жасайды? Жалпы бұл дәрілердің қайсысы болса да олардың әсер ететін орны әрине бүйрек арқылы жұмыс жасайды. Өйткені жалпы адам ағзасында біз ішкен жеген тамақтарымыздың барлығы көмірсулар, қанты бар тағамдардың барлығы қан айналымымен бүйрекке барады. Бүйрекке барғаннан кейін ол жердегі ол сүзгіден өтіп, біз сүзгі ретінде бүйректі айтып қарастырған болатынбыз, және ол сүзгіден өтіп қант ағзаға керек болғандықтан олардың барлығы кері ағзаның қан арнасына қайтадан түсіп отырады. Енді егер қандағы қанттың деңгейі жоғары болатын болса, және жүрегі жеткіліксіздігі бар адамдар, жүрек аурулары бар адамдар, бүйрек аурулары бар адамдар болатын болса, және диабеттің асқынулары осы ағзалар тарапынан басталатын болса, онда осы топ дәрілерін берген жақсы. Бұлар қандай қызмет атқарады? Бұлар артық қанттың деңгейін бүйрек арқылы зәрге шығарып тастайды. Және зәрмен бірге ол жерде су кетеді зәр арқылы, екіншіден ол жерде тұз кетеді. Міне сол себептен осы топтың дәрілері әсіресе жүрек жеткіліксіздігі бар адамдар үшін, диабеттің кесірінен бүйрек асқынуы пайда болған адамдар үшін өте пайдалы. Жалпы осы топтың дәрілерінің бүйректегі тұз бен қантты шығарудан басқа аздап 3-4 килограмм салмақ азаюы мүмкін. Бұл дәрілерді қолданғаннан кейін. Екіншісінен және қандағы қанттың деңгейі төмендейді. Міне осындай өте керемет, жақсы, пайдалы жақтары бар. Бірақ бұл дәрілерді қабылдаған кезде пациент нені ескеруі керек? Әрине, әр дәрінің өзінің аздаған болса да жанама әсері болады. Сіз осы дәріні қабылдап жүрген кезде зәр арқылы қант көп шыққандықтан су да көп шығады. Сол себептен тұз да көп шығады. Ал бұл ағзада аздап болса да судың азаюына әкелуі мүмкін. Сол себептен осы дәріні қабылдап жүрген кезде шамамен қайнаған суды салқындатып қойып, немесе фильтрдан өткен суды өзіңіз ішіп жүргеніңіз дұрыс. Егер сізде жүрек жеткіліксіздігі болмаса, онда 1 литрға дейін суды таза күйінше қабылдаған дұрыс. Және бұл дәрілер кей кезде зәрде қанттың деңгейін жоғарылататындықтан шап аймағында және қынап аймағында аздап инфекция болып қышыну тудыруы мүмкін. Егер осындай жағдайлар орын алып тоқтамаса, онда әрине міндетті түрде дәрігерге ол туралы айту керек. Келесі маңызды топтың бірі ол салмаққа әсер ететін дәрілер. Және салмақпен бірге олар жүрек қан тамыр жүйесінің ауруларını қорғайтын дәрілер. Бұл топтың дәрілеріне Виктоза, Трулисити, Аземпик және соңғы жылдары біздің пациенттар шет елдерден алып жүрген Мунжаро препаратын айтып кетуге болады. Кейде бұны TikTok және Instagram желілерінде бұл дәрілерді кейбір адамдар арықтататын уколдар деп те атайды. Бірақ шын мәнінде, олардың арықтататын әсері бар, бірақ бұл дәрі-дәрмектер қайсысы болса да, олар қант диабетінің 2-ші типін емдеуге арналған дәрілер. Жалпы бұл дәрілер қалай әсер етеді? Бұл дәрілер негізінде бірнеше бағытта жұмыс істейді. Олардың ең бірінші әсері қандағы қанттың деңгейін азайтады. Екінші әсері жүрек қан тамыр жүйесінен болатын өлім жітімді азайтады. Үшінші әсері асқазан ішек жолына әсер етеді. Нәтижесінде адамда тою сезімі пайда болады. Және бауырға әсер етеді. Бауырдағы майды азайтады.
азайтады. Әрине ең көп әсері ол салмаққа әсер етуі. Осы айтып отырғандардың нәтижесінде жалпы адам осы дәрілерді қабылдап жүрген уақытта 5 килограммнан 15 килограммға дейін арықтауы мүмкін. Әрине, бұл дәрілердің де өзінің жанама әсерлері бар. Ондай әсерлерге көбінесе алғашқы уақыттарда пациенттің жүрек айнуы болуы мүмкін. Кейде ол жүрек айну құсумен аяқталуы мүмкін. Бірақ дегенмен жүрек айну мазалайтын болса, ол бірнеше уақытта біз дозаны азайтып бастаймыз кез келген пациентті емдеген кезде. Сол себептен мүмкін ол 2-3 күннен кейін барып қайтып кетуі мүмкін, жоқ болып кетеді. Ал егер сізді құсу қосып мазалайтын болса, онда дәрігерге оны ескерткеніңіз дұрыс. Сонымен бірге жалпы қант диабетінің 2-ші типінде басқа да бірнеше топтың дәрілері бар. Мысалы, ол дәрілерге Тражента, Англиза, Таглин, Яновия сияқты дәрілер жатады. Бұл дәрілер де ішек деңгейіндегі гормондар әсерін жақсартуға бағытталған дәрілер, және олардың әсері жұмсақтау болады. Қанттың деңгейін баяу төмендетеді. Кей кездері бұл дәрілер әсіресе егде жастағы пациенттар үшін өте ыңғайлы болады. Мысалға, бір адамда қанттың деңгейі аса жоғары болмайды, ал бір адамда қанттың деңгейі қатты жоғары болады. Міне, сол қанттың деңгейі аса жоғары емес пациенттар үшін бұл таптырмайтын дәрі болып табылады. Келесі тағы да бір дәрілер тобы, бұлар Антарис, Глидия, Диабетон, Амарил деген дәрілік топтар. Бұл дәрілер қалай әсер етеді? Жалпы бұл дәрілер ұйқы безге әсер етіп, ондағы адам ағзасында қалған инсулинді қанға шығуға мәжбүрлейді. Нәтижесінде қандағы қанттың деңгейі төмендейді. Әрине, бұл дәрілердің мақтайтын бір жағы, олар қандағы қанттың деңгейін тезірек түсіреді. Бірақ кей жағдайларда тым қатты түсіріп жіберуі мүмкін. Егер сізде қалтырау, терлеу, жүрегіңіз қатты соқса, бір қарныңыз ашып, дірілдеу сезімі пайда болса, қатты терлесеңіз, онда сіз дереу арада қандағы қанттың деңгейін өлшеу керексіз. Онда бұл дәріні дәрігерге айтып, мүмкін ауыстыру керек, немесе дозасын азайту керек болады. Енді жалпы келесі біздің айтатын қант диабетінің 2-ші типінде қолданылатын дәрілер тобы, әрине, ол инсулиндар тобы. Көп адам жалпы инсулиндардан өте қатты қорқады. Мен дәрігер ретінде айтар едім, инсулиннан қорқудың қажеті жоқ. Егер инсулиндар дер кезінде сізге алу керек болатын болса, оны дәрігермен бірге отырып сіз шешуіңіз керек. Және инсулиндар туралы біз толығырақ келесі видеоға тоқталатын боламыз. Жалпы мен бүгінгі өзімнің сіздерге айтар кеңестерімді 3 қарапайым кеңеспен аяқтағым келіп отыр. Ол бірінші кеңес. Не айтар едім? Бірінші, 2-ші типті қант диабеті кезінде сіздің қантыңыз жақсы болып тұрса да, дәріні өз бетіңізше тоқтатпаңыз. Өйткені қанттың жақсы болуы, ол бәлкім дәрінің көмегі. Егер сіз дозаны азайтқыңыз келетін болса, онда міндетті түрде өзіңіздің дәрігермен ақылдасыңыз. Енді 2-ші айтар кеңесім, тек аш қарындағы қантты ғана тексермей, қанттың тамақтан кейін де өлшеу керектігін ұмытып кетпеңіз. Өйткені қант тек қана аш қарында емес, тамақ ішкеннен кейін де міндетті түрде жоғарылайды. Сол себептен тамақ ішіп болған соң 2 сағаттан кейін қантты өлшеу керегін ұмытпаңыз. Өте маңызды көрсеткіш гликерленген гемоглобин деген көрсеткіш туралы ұмытпаңыз, және оны егер сіздің қантыңыз ұзақ уақыт жоғары болса, әр 3 айда тексеріп отырғаныңыз абзал. Енді 3-ші айтатын кеңесім, қант диабетін емінен қорықпаңыз, және жаңа дәрілерден қорықпаңыз. Қазіргі диабетке қарсы кейбір дәрілер шын мәнінде үлкен мүмкіндіктер береді. Олар қантты ғана түсіріп қоймайды, сонымен бірге олар жүрек қан тамыр жүйесіне әсер етеді, ауруларды азайтады, бүйректі олар қорғайды, және
қант диабетінің, ауыр асқынулар қаупін азайтады. Құрметті көрермендер, мен бүгінгі өзімнің кеңесімді аяқтағалы отырмын. Сол себептен жалпы бір түйіндегім келетін нәрсе, қазіргі диабетті емдеу дәрігер мен науқастың бірлескен жұмысы. Сіз қабылдауға келіп, талдауыңызды тапсырасыз, дәріні қалай ішіп жүргеніңіз туралы дәрігерге мәлімет бересіз, өмір салтыңызға көңіл бөлесіз, ал дәрігер сізге ең қолайлы емді таңдап береді және сізге диабетті қалай бақылауды үйретеді. Диабет маңызды диагноз, бірақ оны басқаруға болатынын ұмытпаңыз. Әлемде миллиондаған адам диабетпен ұзақ уақыт белсенді сапалы өмір сүріп жатыр. Әрине, сіз де солардың қатарында бола аласыз. Рахмет, келесі кездескенше.